Сәлем достар, мен Қарасақал Жақсылығұлы. Сіздерге неге 80-90% адам жетістікке жете алмайды, неге көп адамдар тұрақты түрде бір қалауына жетуге әрекет жасай алмайды, сол жөнінде қысқа сіздерге бөлісейін деп шештім. Бұл ойға неге келдім? Мен өзім өмірде көптеген практикалар жасадым, мен өзім өмірде көптеген жетістіктерге жеттім. Әлі де жетістігім алда екеніне толыққанды сенімдімін. Сол жолда жасаған практикаларым, жіберген қателіктерім және де жеткен жетістігімнің негізгі себептері неде, сол жөнінде бір пайдалы сіздерге бір ақпарат берсем деген ниет, бас ниет. Енді адам жинаған тәжірибесін, алған білімдерін ешқайда алып кетпейді ғой. Сондықтан да басты мақсат соны біреу пайдасын көріп, тағы да басқа біреу именно сол қателікті жасамаса, және осы практикаларды жасап, өмірде қалауын орындаса деген ниет. Тағы бір айта кететін нәрсе, бүгін менде 32-ші күн таңғы жүгіру. Қазір менде таң, Ақтау қаласы, Каспий теңізінің жағалауы. Дәл қазіргі сәт, примерно сағат 6-ның шамасы. Көп адамдардың арманының орындалмайтын себебі, мақсатына жетуге жігерінің құм болып жататынның себебі, оның нақты армандары бір бағытқа қойылмағандықтан. Әртүрлі біресе көрсе қызар жалмауыз деп абай бабамыз айтады, сол сияқты әр нәрсені көрсе қызар болғандықтан, бір емес бірнеше вариантты таңдап алғандықтан, адамдар алға қарай ұмтылмай, сол бәз-бая қалпында қалды. Сондықтан да арманды ең бірінші нақты бір нәрсені армандап, бір нәрсені қалап алу керек. Нақты нені қалайсыз? Не сіз үшін ең маңызды сол нәрселерді бірінші біліп, В вариантты қоспай, нақты А вариантпен армандап білу керек. Одан кейін, армандағаннан кейін, ол нәрсені өміріңізде болып атқандай сезіне алу керек. Картинасын қалыптастыру керек. Оның эмоциясын сезіну керек. Бізге сондай құдірет күш берді. Біз дәл қазір киноны көріп отырып, жылай аламыз. Киноны көріп отырып, бірге шабыттанып, олмен бірге кинода қуана аламыз. Хотя ол экранның ар жағында. Тура сол сияқты, сізде главный рөлге өзіңізді алып алып, дәл қазір сол жетістікке жетіп отқандай қуанып білсеңіз, эмоциясын сезініп, қуаныштан көзіңізге жас келетіндей эмоция сезіне алған болсаңыз, сол арманыңыз, қалауыңызға сізден магниттік сигнал бөлінеді. Магниттік сигнал сіздің арманыңыз сізге қарай тартады. Бірінші мәселе осы. Тарту деген не? Тарту арқылы сізде идеялар келіп бастайды. Сол арманға қарай жететін. Сіз көріп бастайсыз. Сізде ходтар ашылып бастайды. Сіздер сол жолға жеткізетін адамдар жолығып бастайды алдыңызда. Көрдіңіз ба? Қаншама адам қалауын дұрыс бағыттағаннан кейін, арманын дұрыс қойып білгеннен кейін, оған адамдар жолығып бастаған. Өміріне қажетті адамдар кездесіп бастаған. Өміріне қажетті жолдар ашылып бастаған. Ол неден басталған? Ең бірінші қалауын, арманын дұрыстап, сезініп, сеніп, картинасын, былай жатқан кезде киносын өзінің қалыптастырып білгеннен кейін барып сондай ходтар ашылып бастаған. Көрдіңіз бе? Ең бірінші мәселе, сондықтан да арманыңызды нақты дұрыстап қалап алыңыз. Нақты біліп алыңыз, нақты сезініп алыңыз. Нақты сол сәтте өмір сүріп, кино қылып соны өміріңізге болып атқандай сезініп алыңыз. Сол кезде сізге мақсаттар пайда болып бастайды. Ол жолға қалай жету керектігінің көздері, каналдары ашылып бастайды. Адамдары жолығып бастайды. Сол жолға жеткізетін, сізге идея беретін, көмектесетін. Содан кейін мақсат қоясыз нақты. Көрдіңіз бе? Сосын барып, сол мақсатқа сай әрекет жасайсыз. Сол кезде барып, сіз қалауыңызға қарай қадам басып бастайсыз. Бұның техникалар. Мен өмірімнен практика жасап көрген практик маман ретінде осы нәрсе сіздерге бөлісіп отырмын.
Мен қалай қаладым? Мен Қызылорда қаласында жүрген кезде теңіздің жағасында жүріп, күнде блокнотқа қалауымдағы күнді жаздым. Ол күнім қалай атады? Ол таңым қалай жүреді? Ол таңымда мен нені қалаймын, не жасаймын? Ол кездегі табысым қандай, әрекеттерім қандай, эмоцияларым қандай? Көрдіңіз бе? Соны нақты қалап блокнотқа жазып, және соны құлағыма музыка тығып алып тыңдау арқылы, күнде қалау арқылы менің сол армандарым бірге бір орындалды деп айтсам да болады. Бір жылда 4 мемлекетке шығып үлгердім, сол қалауымда жазылғандағыдай. Сол үшін де, сол практика менің өмірімде жұмыс жасағаннан кейін де, неге осыны басқа адамдарда білмеске, неге осыны басқа адамдарға бөліспеске деген ниет бұрыннан менде пайда болған болатын. Қазіргі таңда осы жүгіру арқылы сол ниетім күшейіп, осы нәрсені сіздерге көруге, сіздерге бөлісуге нәсіп етіп отыр. Сондықтан да қалау еркі өзіңізде, жалпы адамда таңдау деген нәрсе бар. Сіз өмірге келдіңіз, бізге Аллах тағала байлықты, кедейлікті, бақытты сезініп жүруді, бақытсыз сезімдерді бізге жаратып қойды, бірақ сіз оны таңдайсыз. Сіз қайсысын таңдайсыз? Бай болғыңыз келе ма? Байларға сай әрекет жасап, өз таңдауыңызды жасасаңыз бай болуға деген. Кім бай болғысы келмейді деп айтатын шығарсыз. Бірақ олар бай болғысы келгенмен, олар әрекетімен, ниетінен, мына ойынан қаталады. Ойында белгілі бір оның установкалары болуы мүмкін байлыққа байланысты. Сол үшін де олар сол байлыққа жете алмай жатады, және жігері құм болып, сол байлыққа жетудің жолында әрекеттерін жасай алмай артқа қайтып жатады. Сондықтан айта берсең, үлкен практикалар бар, 5-6 жылдық тәжірибелер бар. Сондықтан қысқа нұсқа сіздерге бүгінгі бөлісейін дегенім, арман мен мақсатты сезініп, дұрыстап, сеніп қойып алыңыздар. Сол кезде ғана сізге соған қарай баратын каналдар ашылады, соған қарай баратын жолдар ашылып, идеялар келеді басыңызға. Алдағы уақытта тағы да сіздермен көптеген ақпараттарды бөлісетін боламын. Бүгінше осы қысқа нұсқа, бақыт сәттеріңіз, бақытты сезімдеріңіз әр сәттен ләззат алып, алға қарай әрекет жасау, талпыныстарыңыз ешқашан тоқтамасын. Сіздермен бірге болған мен, Қарасақал, жақсылық. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.